Кеш жарық эфирде бірінші, біз бастаймыз. Көп жағдайда әншілер ауыздарын жыбырлатады, бір әндерге. Жыбырлатып отыр ғой бәрі ана жерде. Фонограммасын қосып қойып дейді. Мен тірде айтам, домбырамен, хош гитара. Сіз тойға барып тұрған кезде ән айтып атсыз фонограммамен, сөзді ұялып кетпейсіз ба? Волками жить, по волчьи выйти. Енді әншілер сөйтіп отқаннан кейін бізге енді халық прощает же. Мен біреулер үшін Тойларға барады да ақшаны таба береді, сонда ят емес па ол? енді білмеймін енді. Ол біреудің қалтасы ғой, біреудің қалтасына мен қарай алмаймын. Фонограмма деген сөз дауыспен қосылып айтылуы бар. Компьютермен кәдімгі дискке түсетін болды. Сондықтан оның бәрі төленіп, барлығы сауатты түрде жасалған нәрсе. Бұны біз 10 жыл пайдаланамын ба, 20 жыл пайдаланамын ба, ол менің құқым. Егер аппаратура жақсы болып, аппаратура соған сәйкес келіп тұратын болса, неге айтпасқа? Тойға шақыратын адамдар өздерінің жақсы көретін әншілерін шақырады. Құрдан құр шақыра бермейді ғой, ақшасын. Айдаладағы біреуге бермейді ғой ақшасын. Сен қанша жыртылып айтқанмен ондай күшті бермегеннен кейін, оны мен ойлаймын, ондай қатты қиналып қажет жоқ деп ойлаймын да. 16 жыл сол Алматының түндерін айтып жүрсіз, е? Ақшаны осылай уыстап алып жатырсыз. Әділетсіздік емес па осы? Әділетсіздік емес. Өйткені халық сұрайды, мен айтам. Әншілер сияқты айтсаңызшы, дауысыңыз шығармай. Қандай керемет ән. Халыққа ұнап жатыр. Өмірқұлай Ниязов салық төлейді ма? Ой, бұл сұрақ жауыр болып келе жатыр. Мен салық төлемеймін. Мынандай қыруар қаражатты қолдарына ұстайсыңдар. Салықты кім төлейді? Егер де шынында келетін болсақ, бізді заңдастырса, әншілердің айтпаса, мысалы, бүгінгі той үшін қалай біз салық төлейміз? Мысалы, өзің айтшы Мәкен. Тойдың салығы. Тойдың салығы, ол шықты ма? Шығып атса төлерміз. Салық төлеймін, я. Той томалақ дегендерде ол онда артымыздан түсіп жүрсін онда. Әншілерге салық төлету керек па? Міндетті түрде. Мысалға маған бір көмектесіп жатса үкімет, мен салық төлер едім. Бізге ешқандай үкіметтен көмек жоқ. Әнші біреу. Халық 17 миллион. Осынша ақша берсе қанша тойға барасың? Жоқ, ол бұлай ақша беріп не істегенде емес. Бұнша ақша керек болатын болса, беретін болса, біраз тойға барамыз ғой. Бір тойдан осындай ақша беру мүмкін. Бір тойдан мынанша ақша беру мүмкін. Ол сенің келіскеніне кімнің тойына бара жатсың? Соған байланысты. Мына бір пачкаға жетпейді ғой мынау, е? Бір пачка? Екі той деп айтсаң ба? Екі тойға барасыз. Негізі ондай ақшаға шынымды айтсам қатты қызықпаймын. Филипп Киркоров 86 мың евро алды. 3,5 мың доллар алдым да. Өзің салыстыра бер енді біздің деңгейімізді. Мынанша ақша берсе ба? Бұның арасында доллар да бар екен, теңге де бар екен. Өтірік айтпаймын, бұның кейбірде осының біреуін аламай қалатын уақытта болады. Мен білесің бе, Беташарда банкке салып атқан кезде санамай көзбен білемін. Қанша? Примерно 100 мың, 150 мың, 70-80 мың. Осы тойға шығып жүрсіз ғой сіз? Мынандай ақшаны енді уыстап ұстайтын шығарсыздар сіздер. Мына алақанға хотя бы толып тұр екен ғой. Симай кетеді ғой құдайға. Симай кетеді. Симай кетеді. Бүгінгі таңда көбіне теңгемен. Теңгемен. Доллар тағынып жүрген жоқсың ба? Жоқ, кейбір тойларда доллармен аламыз. Ақбота Керімбекова екеуміз гонорарға таласып жатырмыз. Сені тегін тойларға шақыруға болады ма? Болады. Адам күні адаммен дейді. Таныс тамыр деген болады. Адамның күні адаммен ғой. Тегін айтам, я сол фонограмм тегін айтам, пожалуйста. Мен барып фонограмм қосып айтып бередім шақырса. Тегін, без денег. Шақырмайды ғой сол. Алтынай, мен үйленіп жатсам, мен тойыма келесіз? Келем.
келем десең да. Тегін тойға барасыз ба сіз? Міндетті түрде. Мынау ақшаны алып, бір қатырып той іске ән жазып алайын ба өзіме? Қоя ғой, өзім жұмыс істесейші. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Қой, сен айтпай-ақ қой. Болмай ма? Құлағыңда ю басып кетті. Жақсылап өндесе. Жоқ, болмайды. Махаббатым сізге, тағдырым да сізге арналады. Мен даусым жоқ, е? Ақшаң болса, қазір заманда болады ғой айтуға. Эфирде болған бірінші бүгінге осы.